Достар, алгебра 10 сыныптың 3-3 және 3-4 есептері. Бұл жерде бізде Б нүктесі беріліп тұр. Осыны енді жоғары қарай, төмен қарай қозғау керек координаталық нүктелерін. Жоғары төмен дегеніміз, яғни Y оси бойынша қозғалады деген сөз. Сондықтан біз мына -4-ті қозғаймыз, X-ті қозғамаймыз, ема? Енді сонда қараңыздар, бізде беріліп тұрғаны Y -4 дегеніміз мына нүктеде беріліп тұр. Бірінші, соны жоғары қарай 3 бірлікке қозғағанда 1, 2, 3 ол келіп, мына -1-ге келіп тоқтайды, иә? Сонда бұның берілгені бойынша сәл астыра қойын. Так, сонда 3 бірлікке жоғары қозғағанда бұның координатасы 1-ді жазып қоямыз, солай өзгеріссіз, және -1 деген нүктеге келіп тоқтайды. Келесі, төмен қарай 2 бірлікке дейді. Яғни -4-те беріп тұрма, 1, 2 бірлікке түсірем, сонда ол -6 болады. Сонда координатасы 1-де -6 болады. Төмен қарай 3-те 2 бірлікке, 1, 2, 3, 3-те 2 бірлік дегеніміз, сонда ол 1-де -7-де 2 болады, иә? Одан кейін жоғары қарай 5-те 4 бірлікке дейді. Мына -4 болатын болса, 1, 2, 3, 4, 5, 5-те 4 деген, мына жерде 1-де 4 болады сонда, иә, мына жерде 1-де 4 болады. Түсінікті ғой? Яғни бұны координаталық жаңағы 3-те 2 деп түсіндіріп кеткенде, координаталық жазықтыққа салып міндетті емес, мен сіздерге түсінікті болу үшін айтып отырмын. Сіздер просто жоғары қарай десе, мына -4-ке 5,4-ті қосып жібересіз. Төмен қарай десе, -4-тен -3-ті 2-ні азайтасыз. То есть осы арқылы да бірден табуға болады. Енді мына келесін сөйтіп тауып көрейік. Координатаға салмай-ақ. Мына жерде так, сәл жақындатайын. Мына жерде бізде Y осыны қараймыз, себебі тоже жоғары төмен деп тұр. Сондықтан біріншісі бізде төменге 3 бірлікке деп тұр, яғни -1-ден -3-ті азайтам. -1, -3 болады. Сонда оның координатасы -2-де -4 болады. Яғни мынаны мен -1, -3 деймін. Сонда ол -4-ке тең болады. Түсінікті ғой? Жоғары қарай 3 десе, -1, мына жерде -1 плюс 3 болады. Сонда ол нешеге тең? 2-ге тең болады. Яғни оның координатасы -2-де 2 болады. Үшіншісі 4,3-ке жоғары. -1 плюс 4,3. Сонда ол -2-де 3,3 болады. Және төртінші координатасы төменге 7,5. Яғни -1 -7,5. Ол бізде -8,5 болады.